Салташ. Қайырлы таң. Вау, как красиво! Так. В общем, мен кеттім жұмысқа. Бір нәрсе керек болса, звонда, хорошо? Хорошо. Фархат апа Насылдан сәлем айт. Хорошо, айтамын. Уже 2 рет қайнаттым, тұршы енді. Сықырлап қайнаттың ба? Сақырлап тұр бейт. 2 иығынан дем алып тұр. Онда біраз суысын, сосын шақырасың. Тұр енді қазір мадегесі ұят болады. Шайыншы. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді, күш алып менде, отыра бермей, түс алып төрде, 300-ді тонап, желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге. Біздің ауданды көрген ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Келді ғой. О, Мади келді. Олай істеш, бүгін ет сап қойш. Қайдағы ет? Не айтып отырсың? Қойдың еті түгіл түрінде ұмытып қалдық қой. Енді алмайсыңдар ба? Маған не дейсіңдер? Ойбай, ақша жоқ болса неме алам? Сонда мен ақша әкелген жоқпын ба не? Сен әкім болғалы болып, вообще бірден әкелген емессің. Қой, рас па? Нышан, сен осы депутат болмай-ақ қоясың, ауа. Таксист болып жүргенде әжептерім ақша келетінен ғой. Не, сен көп отта берме, ұқтың ба? Қатынсың ба, қатын болып отыр үйде. Мен халық үшін жұмыс істеп жатырмын. Пой, елки, адамның аппетитін құрттың ғой. О, Мадижан! Жұмысқа деген желание ұрып тұр ғой, ассалаумағалейкум. Любой жұмысты бер, шашпасам ғой мен. Нышан аға. Партияны ғой ашып алдық. Бірақ кішкене спонсор тапқанша офис жағы қиын болып тұр. О, шашай, одан не істейміз? Негізі менде бір идея бар. Сәлеметсіз бе? Ойбай, сен офисқа кеттім, қатырам деп едің ғой? Короче, қатын аузың жап. Залды бүгіннен бастап босатасыңдар. Зал біздің офис болады. Мүмкін спальник жасаймыз. Әзір ғой. Так, табақ бетті оят. Нағып тұрсың. Түсіндің ба? Аха. Бегом бол команда. Қатынды осылай ұстау керек. Нағып тұрсың. Залға. О, келіңіз, отырыңыз. Ал, Бастаймыз ба? бастайық. Бастамас бұрын мен трюкомды киіп алайын. Мен неудобно да маған. Кастуш бар, бе? Жоқ, отырыңыз. Неге? Сізге бүгіннен бастап, енді сіз кешкі 6-ға дейін осы костюммен жүретін боласыз. Имидж ғой. Ал, біз осы жолы сайлауға бізді қосқанда 4 партия қатысып жатыр. Олардың біріншісі халықтық демократиялық партиясы, олар лидер. Олар өздеріне тиесілі 86% алады. Одан кейінгі феминист қыздар партиясы бар. Енді олар ойлаймын, мен бір жылап сықтап жүріп өздерінің 1% алатын шығар деп. Одан аз болуы мүмкін. Бірақ үшінші басты қарсыласымыз ол патриот партиясы. Ол анау ананас партиясы емес па? Ананас, мы ее деген да партия. Иә, олай деуге де болады. Ал, ендеше жұмысқа кіріспес бұрын мен сізге сайлау алды бағдарламамызбен таныстырып өтейін. Бірінші кезеңнің бізде талаптары осындай. Енді оның жалғасын бұйыртса, сіз депутат болған кезде Нышан аға? Ұйықтамасаңыз. Иә. Кіріс кетіп сол жұмысыңызға. Иә. Түнгі 5-ке дейін ойлағым, переживать етіп. Бастай бер. Дайынсыз ба? Ендеше
Міне, бірінші кезең бойынша біз Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес Нышан аға! Нышан аға! Айға кетіп қалды мына кісі. Нышан аға! Нышан аға! Ұйықтап жатсыз ба не? Жоқ, мен ойланып жатырмын. Көзіңіз қызарып кетті ғой. Ойлансам көзім қызарып кетеді осы. Иә, сонда не ойлап жатсыз? Мен ойлаймын да, нанның бағасын көтерсек, бензиннің баға түсе ма деген ой ғой. Ойланып болдыңыз ба? Кеттік, жұмыс жасайық. Жүріңіз. Жұмыс істеу керек. Мен айтам да, анау... Міне, алда бұйыртса интервью дебаттар бар, соның бәрін қосқанда бірінші кезеңді бұлар қорытындылайды. Ал мынау екінші кезең... Нышан аға. Нышан аға! Кім? Любой жағын шешіңіз, шақпасам шешіңіз. Қайсы? Екіншісі ма? Екеуін де шақ. Жоқ, Нышан аға, екінші кезең. Нышан аға, кішкене серьезно болыңыз. Иә, серьезно, кешірім сұраймын. Мен телекомды кемді дамбыға барамын да сола шолып ұйқымды ашайшы. Кешірші. Дамбыс несі? Нышан аға, қайда? Трико, дамбы. Нышан аға! Ұйқыңыз ашылды ма? Ашылды. Істейік та онда. Жұмыс істейік, жүр. Шығыз. Екінші кезең бойынша толықтырулар Қазақстан Республикасының сайлау туралы. Қайтан! Қайтанды! Өтіресің ба, үстіме бірсен жамсай көрме! Айта берейін ба? Екінші кезең. Екінші кезеңде Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамаларына сәйкес В общем, енді давайте бітейік. Нышан аға, екінші кезеңді бір қорытындылап өтейік, сізге түсінікті болу үшін. Нышан аға, естіп отырсыз ба? Ендеше екінші кезең бойынша бізде соңғы 2 пункт қалды. Егер соны аяқтасақ, біз бүкіл екінші кезеңмен өтіп шыққан боламыз. Кейін үшінші кезеңге өте жатамыз. Жақсы ма, Нышан аға? Нышан аға? Нышан аға? Жапшы іске өтек қой! Біз бұлай депутат болмай қояқ, Нышан аға. Это не серьезно. Сау болыңыз. Қалай, нашаны сұрдық. Жан қиярмен лучше. Да? Номен жеме. Болды, онда қиярмен берем. Кстати, Жан, білесің ба, нені ойладым? Егер де біз баламызды Лондонда оқытатын болсақ, біз аншамыш адам болмау керекпіз. Білесің ба, ол жақта баланы оқыту деген сен как минимум чиновник или депутат болу керексің. Менімен келісесің ғой, а? Вот соны ойладым да, жақсы берші маңыз көшең. Соны ойладым да, менші. Так что сен давай енді, шаршамай, старайся баламыз үшін. Ол Лондонда оқытайық. Өзіміз қалай ойлап, армандап жүрміз, соның бәрін жасау керек дұрса. Вот. Не болды сен? Мен саған бір нәрсе айту керекпін. Бірақ сен уайымдама, хорошо? В общем, былай. Бүйтіп қарамаш. Мен... Қазір жауап бере салайын. Айтамын. Алло? Алло? Мади? Айналайын, мен білем, бүгін сені подват еттім. Кешірші.
мен қазір жатып ұйықтаймын азанда. Қанттай болып тұрам. И жұмыс істейміз. Жақсы, таңертең офиста. Қандай офис? Я біздің залда күтеміз, я. Болды, күтем. Жақсы. Жақсы. Не айтасың? Салтош. Фархат Афанасұлы. Бүгіннен бастап мені өзінің орынбасары етіп сайлады. Шынымен де ма? Жан, серьезно? Серьезно. Ты у меня такой молодец, ты такой успешный, знаешь. Ладно, сен жеші, давай, для тебя. Же. Мен бар ғой қазір сағаншы сгущенкамен селедка жасап берем. О, аға, қалайсыз? Мади бауырым, ровно 4 минут кешіктің. Да? Біздің депутаттардың өмірінде 4 минут деген целый бір адамның өмірі. Настрой мықты. Қатын, шай әкел. Қазір. Не, қандай шай ішесің? Сүтпен, сиырдың сүті, қойдың сүті, қозының сүті, Петропавловский, Чимкенский, Талдықорғанский, Тарасский. Бәрібір аға. Бізде өмірімізде бәрібір деген әңгіме болмау керек. Нақты айту керек. Да или нет? Да. Повторяю. Да или нет? Да, сүтсіз. Қатын, шай әкел. Екінші нені кезең келдік қой. Аха. Жалғастыра бер. Так, қазір екінші кезең. Біз бүкіл Қазақстанның қалаларын... Жұмыс етпеді ғой. Жұмыс етпедіңдер ғой сендер. Май бар ма үйде? Ана нексияның майын құйсай. Зато 185 жүреді. Жүріңіз сол жаққа бар. Уаға қалжындай. Ол бұрғы, бұлтыр бұрғы, анау баняда пешке арқасымен жабып қалған ғой. Сонда да өлген жоқ. Мыналар жұмыс етпеді ғой. Жұмыс етпейсіңдер. Ақсақ кейік. Мәди, жеңшенің аяғынан ұстап жүрме. Қалай болды? Жақсы. Ана, перевязкасын жасақ қойдым, енді. Мен жұмыс туралы айтам. Екінші кезең не болды? Екінші кезеңде, жеңшем аяғын сұрамайсыз ба сонда? Не жұмысың бар сен ода бар? Сен жұмыс туралы айтсай, қатында не жұмысың бар? Жақсы. Екінші кезеңде біз бүйтеміз. Жаңаға. Бүкіл Қазақстанның қалаларын... Алло? Лағаша, ассалаумағалейкум, қалайсың? Жоқ, ұмытқан жоқ. Мен қазір сізге вокзалға барады, күтіп алады. О жағын уайымдама, мен депутаттыққа түсіп жатырмын. Келген соң айтып түсіндірем ғой. Давай. Уайымдама. Ары қарай, екінші кезең. Екінші кезеңде біз Қазақстанның бүкіл қалаларын аралаймыз да. Тамақбет! Тамақбет! Bir кезең нақ тұрсын өйіқті. Машинаны оталдырда тез вокзалға барда мен нағашым келе жатыр. Соны күтіп ал. 40 жылдан бір келген кезде күтіп алмадым деп өмір бақи миымыз жеп кетеді оны кейін. Машина жүрмейді ғой. Неге жүрмейді? Кеше мамам оталдырып үйренем деп стартерін күйдіріп тастады. Мамаңның сен бұрын кеше стартерді күйдіріп, таңертең тамақты күйдірді, және аяғын күйдірді. Адамды күйдіріп өлтіретін болды ғой сенің шешең. Қалтасында стартер бар, трикомдағы стартер бар. Тез. Хорошо. Жарайды. Дальше, айта бер. Екінші кезең. Екінші кезең. Мади, құртырғанша екінші кезеңді айта берсең? Екінші кезең. Точно ма? Точно. Екінші кезеңде біз Қазақстанның бүкіл қалаларын аралаймыз да. 17-ші кілтті берші. Сенде запасной трико бар ма? Жоқ. Әр еркекте бір запасной трикосы болу керек. Мұна астына түспесең май ақып жатыр. Дайын болма? Атаңның басында дайын болдың ба? Дайын болдың ма? Таксист ұста тез бар, нағашын күтіп ал, уақыт жоқ бар. Ақша берсеңші. Әр ер адамда жоқ дегенде қалтасында 2000 теңге болу керек. Мади, 2000 теңге бар ма? Бере салшы. Душқа түсіп алайын. Содан кейін сразу екінші кезеңнен бастаймыз. Сразу ма? Сразу. Сөйтейікші. Темная ночь.
поле свистят, по степи. Пчу-пчу-пчу. Душқа түсіп рахаттанып қалдым ғой. Екінші кезең бастайық. Мына екінші кезең бар ғой. Қырсық екен. Бірден үшінші кезеңге көш. Жақсы, үшінші кезең. Депутаттар, жүріңдер тамақ ішейік. Жеңше, кішкене жата тұрмадыңыз ба? Ей, бұл жататын болса тамақ сен істейсің ба? Қарын деген ашып кетті ғой. Жүр, үшінші кезең сол жерде айтасың. Давай, тамақ ішейік, жүр. Ей, аджири гуджи. Ей, гуджири. Аджири. Ей, аджири гуджири. Бади, үшінші кезеңді баста. Аха, сөйтейікші аға, бастайықшы үшінші кезеңді. Жақсылап тыңдап Үшінші кезеңде Қазақстанның Ассалаумағалейкум! Жиенде айналайын отырсың ғой. Сырттан күтіп алатын жағдайың бар, не билеуге отырсың, Көп жасайын, қалай? Қолың жуда, барда трюкең киіп кел. Конечно, әр жігіттің жанында бір трюко болу керек қой. Қызыл трюко всегда менмен ғой. 40 жыл болып жүрген трюкосы бар. Жасамайды екен мұны ғой. Зато бұны ғой трюкосы болғанмен тұрсың жоқ қой. Қойса шешен, келінен өт емес ба? Кел, өзіміздікі ғой. Ол ойды қайып етіңмен депутат боласың, нағашың күтіп алғанда сөзінде тұрмайсың. Сен ертең бар ғой, аферист депутат боласың. Балам күтіп алды ғой, неменеге жылдап күліп жатсың, үйде кісілер отыр, біз депутатқа дайындалып жатырмыз. Сендер ауылға барған кезде қашан күтіп алдыңдар мен? Келген сайын айтасың, соғым деп, қашан маған бір соғым келді, үйде айтамын, нан алып келмейсің ба? Айналайын алып. Ішесіңдер, жейсіңдер, айналып жатамын. Мен болмасам да үйден тәтем күтіп алды ғой сені. Мә күттеме, жаңалық жатам, барғаннан кейін иттерін жіберіп қой, есін құртап қойырсың. Шай, аяғыңды басқа көтеріп тастап тұрсың. Кетемді тал, кет. Басын қоғына. Кетпейді ол, итсе қайтып келеді ол. Кетіп қалатын келінен ұят. Өтірік айта береді, кетпейді бұл. Сіздің үйде шықпайды, үйіне жатпай біздің үйге жатады, қара шаңғырық кеп жататын ғой. Жиені, өтірік соқпасайшы, үйде 3 ай аяғыңды аспаған. Бастай келесі тамақ жеп кетеді, егер ауылға шығар, ауылға келген кезде қашан үйіңе шақырып бер, шақырып. Ей, барғына үйіңе барған итін босатып қоясың ғой, көтін жылып қолына бере салдырсың болған кезде. Кешкі сағат 7-де танысы басталады. Тансы емес сол кәдімгі бал маскарад. Қыздар жағы қоян болып, балалар жағы қасқыр болып, маскарадтайы масқарад. Браво! Браво, нағашым, браво! Осымен жуып шай жібереді ғой. Жақсы, 12 бопты мен қайтайын. Ой, Мәдижан, қайда кеттің? Ет пісіп жатыр ғой, ет жеп кетсейші. Қайдағы ет жоқ деп айтып едің ғой. Әр нормальный әйелдің қазанында бір асым ет болу керек. Біздің Зураш қатын молодец қой. Келінге мен ошан резамын. Постоянно запасной, бізге де запасной тоқала берсе ғой. Есінде болақ аяқ қолға барып, осы бір өлеңді айтамыз деп, жігіттерден таяқ жеп қайтып бақ қой, әлеуқандар бар. Білем ғой, бірінші қашып кеткен кезде. Аппақ қарға, аппақ қар деген өлең. Тыңдашы, Аққайың сарға тақты, әппақ қардан. Қайдасың әппақ қардай, әппақ қарғам. Әппақ қарадастырма, әппағымнан. Ақ жолдай арманыма бастап барған. Кешіңіз, сіз ертеңде боласыз ба? Бой салт жарымда жалғыздан жалғыз қорықпайсың ба? Айсырға таққан аспаным, сағындым сені, шолықпайсың ба? Ақ қардан таза әппағым, ақ қардан таза әппағым. Нышан аға, біздің спонсордың есімі Рахымжан. Бірақ жоғарғы элита ол кісіні Рафаэль деп таниды. Рафаэль нереально бай адам. Жоқ, нереально болғанда сонда ол. Қалай нереально бай? Оның қанша нексиясы бар, соны айтшы? Егер оған нексия керек болатын болса, ол нексия шығаратын завод салады. Тіпті 5-еуін салып алады. Қой, не деген бай мынау? Бірақ Рафаэльдің бірнеше минустары бар. Соның біріншісі, Рафаэль өзіне сұрақ қойғанда жек көреді. Жұмысқа бүгін кірдің ба? Иә. Тірі қалғың келсе, шефке вообще сұрақ қойма. Жарайды.
Қалайсыз, шеф? Рафаэль ол ақсүйек адам. Ақсүйек болғасын ол қателіктерді кешірмейді. Кешіріңізші, шеф. Үшінші нышанаға. Ол Б.С. Яғни бос сөзді жақтырмайды деген сөз. Ал жігіттер, келістік. Осы орайда бір анекдоттың есіме түсіп тұрғаны. Содан баяғыда бір бизнесмен жігіт Өзі Рафаэл деген өзі бір ғой. Адам ба өзі, не өзі? Оған сұрақ қоймасаң, оған сөз айтпасаң, оны келіскен, келіспеген қайдан білеміз? Егер ол келіскен болса, елдердің айтуынша, ол келіскен адамын бадминтон ойнауға шақырады. Бадминтон? Не өлім, не бадминтон. Мен бармайм, мен барсам бір ғой, оны мені 30 секундқа жеткізбей өлтіріп тастайды. Бармайм мен, нафиг нужен. Жоқ, нышанаға баруымыз керек. Жарайды, барайын. Бірақ менің аузыма трәк тығып, қолымды байлап апар. Барып үндемей қасында көтін қысып отырайын. Келістік. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді күш алып менде, отыра бермей түс алып төрде, 300-ді тонап желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге. Көлтау сәрәкім көлді ішіп кетті, сарықтын ішіп оң күшіп кетті, орнына қаңбақ шал келіп еді, ұзақ отырмай жел күшіп кетті, маңдайым тауға тасқа да тиді, айтайын дебем астына тиді, анталап келген толағай әкім арқалап кетті 5 қабат үйді. Байлық пен билік шалған деседі, одан да жаман қалған көшеде, әкімшіліктен зейнетке шықты, мыстан кемпірде алдар көседе, сеніп келеміз ертегісіне, көніп келеміз жер тебісіне, уәдеде тұрмау, кедейден ұрлау, сай келмейді ғой еркегісіне. Біздің ауданды көрген ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін.